Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге үйдегі бар заттармен оңай әрі тез дайындалатын жұп-жұмсақ печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен бізге печенье дайындау үшін жұмыртқа, құмшекер, ванилин, тұз, қамыр қопсытқыш, сұйық май, су, какао және ұн қажет. Алдымен жұмыртқа мен құмшекерді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ванилин, тұз, разрыхителімізді салып араластырамыз. Сосын сұйық май, су қосамыз және ұнымыздың жартысын қосамыз. Содан кейін какаомыз бен қалған ұнымызды қосып жақсылап қамырлейміз. Енді дайын болған қамырды оқтаумен қатты жұқа қылмай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Одан кейін өз қалауларыңызша түрлі формада печенье жасап, пешіміздің ыдысының бетіне пергамент қағазын төсеп, печеньелерді сонда орналастырамыз.
Содан кейін бетіне сахарная пудра сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Міне печеньеміз дайын болды, жұп-жұмсақ болады және өте дәмді болады. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып пікір қалдырыңыздар.